Assalomu alaykum. Mening аты-жөнім Темегенов Сабыр Жұмажанұлы. Мен Атырау қаласының нейрохирург дәрігерімін. Бүгінгі менің YouTube'дағы каналымда айтатын әңгімем бұл қазір интернеттегі маманы жоқ, маман иесі болып толық анықталмаған адамдардың омыртқа жотасының патологиясын емдеуде. Яғни оның ішінде остеопаты да бар, мануальный терапевті де бар. Тағы да сол сияқты өзінің емшімін деп санайтын мамандар бар. Ол мамандардың көбіне байқасам, науқас келген кезде оны түрлі әңгімемен сендіреді. Соққымен емдейді, соғады, ұрады. Соққаннан кейін жеңілдеді ме деп бір сұрақты күштеп қойғандай болады. Оның барлығы интернетте толып тұр, көріп жүруге болады. Мен бұл жерде таңғалатын көп мана остеопат па или мануальный терапевттер ме, емші ме, саусақпен омыртқаны ұстап тұрып, мына жеріңіз тайған, мына жеріңіз қисайған, мына жеріңізде грыжаңыз бар деп. Ол саусақтың қандай құдіреті барын мен түсінбедім. Или саусақ МРТ болып кеткен бе, или компьютер томография болып кеткен бе. Сонымен бір ұстап анықтайтын. Егер ондай болса, неге мамандар бәленбай жыл оқиды, бәленбай жыл айналысады, ғылыми зерттеулер жүргізеді, дәлелдейді, оны әлемге шығарып, оның емнің нәтижесін анықтайды. Осындай дамыған заманда сондай мамандарға сенетін көптеген халықтардың алданып жүрген халыққа мен таңым бар. Әрине, науқас адам ем іздейді, ем іздеп емделуге тырысады, бірақ та сіз емделер кезде ол маман сізді қалай қабылдайды, қалай қарайды, қалай зерттейді, соған мән беру керек. Егер де қолыңыздағы зерттеуге мән бермей саусақпен айтатын болса, үлкен күмән туғызатын амал болып табылады. Адамдар әрине тілмен күшті сөйлеу мүмкін, алдау мүмкін, бірақ оған алданбай, дұрыс маман иесіне жолыққан дұрыс. Қолында дипломы бар, оқыған, оқу барысында біршама күш жұмсаған, тәжірибесі бар маманға жолығу қажет. Саусақпен ұру, саусақпен зерттеу, мойнынан тарту, бұрау, соғу, айналдыру, ешқайсының дәлелі жоқ. Ол кейін ол зияндылық күшейіп кетуі мүмкін. Ешкім сізге соққаннан кейін, тартқаннан кейінгі нәтижесін көрсетпейді.